Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет молочный девочка деген торт жасайтын боламыз. Бізге қажетті 2 жұмыртқа, 100 грамм май және де 2 банка сгущенка қажет болады. Мінекей жақсылап салып, араластырып, қоюлау қылып жасаймыз. Қопсытқышымызды және де ванилинімізді ұнның ішіне салып, ұнымызды илегіш арқылы қосатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біз салмасын жасап алдық. Енді пергаментный бумагаға жақсылап салатын боламыз. Мен пергаментный бумаганы 4 бұрыш қылып сызып алдым. Одан кейін 4 ас қасық салмасынан салып, жұқа қылып жаямын қазір. Сосын духовкаға 5 минут, 7 минуттың ішінде піседі. Өте жұмсақ, нәзік болып піседі. Алған кезде абайлап, үзіп алмай, бүлдіріп алмас үшін жаймен пергаментный бумагадан аламыз. Мінекей өте жұмсақ болып піседі. Басқада менің каналыма өтіп, видеоларымды қарап өтсеңіздер болады. Тілегейін менің басқа видеомнан қарап шығыңыздар. Мінекей тортымызды жақсылап жинаймыз. Мен балам туған күніне осындай әдемі қылып торт жасап бердім.